Google қызмет түрлеріне қосылу үшін құпия сөз терудің болашақта қажет болмайтын түрі бар. Бүгінде IT компания жаңа жүйені сынауда. Тың әдіс қолданысы оңай, шын қолданушы екендігін растау үшін смартфонның өзі жеткілікті. Washington Post жаңалықты егжей-тегжейлі жазады. Бұл талпыныстар жоғары технологиялы компаниялардың қолданушыларды құпия сөз теру азабынан айырудағы еңбектерін көрсетіп қана қоймайды. Сынақ бағдарламашылардың әлі де құпия сөзді алмастыратын дүниені таппағандығын айшықтайды. Қазіргі таңда құпия сөз теруден түбегейлі бас тарту мүмкін емес. Дей тұрғанмен күн бойы желілерде жұмыс жасау үшін ондаған құпия сөзді есте сақтап теру қиямет дейді автор. Осы себепті де құпия сөзді кез келген қолданушы жек көреді. Тілші сенімді, қайталанбас құпия сөзді жасауды түс жылумен теңейді. Осы себепті де құпия сөзді кез келген қолданушы жек көреді. Тілші сенімді, қайталанбас құпия сөзді жасауды түс жылумен теңейді. Оңай, тез жатталатын құпия сөз қолайлы болғанымен хакерлік шабуылдар үдеп, көп ретте киберқылмыскерлер өз діттегеніне жетуі жиіледі. Бұл әлбетте қауіпті дейді сарапшылар. Google'дың жаңа әдісін сынап жатқан топ әзірге нәтижелер жақсы дейді. Телефонды авторизациялау арқылы аккаунтыңызға кіресіз. Әрі қарай дербес компьютерді қосып, электронды поштаңызға өтесіз. Смартфоныңызға жүйеге компьютерден кіруге рұқсат беруді сұраған хабарлама келеді. Иә деп бассаңыз, компьютер аккаунтқа құпия сөзсіз бірден қосылады деп сипаттайды жаңа әдісті сынақ тобының мүшесі. 150 жыл бұрын Америка Құрама Штаттарында құлдық жойылды. Ғаламдық экономикада төңкеріс тудырған дәл осы заңға енгізілген түзету туралы сайт жазады. Америка конституциясына енгізілген 13-ші түзету қысқа болғанымен мәні аса маңызды. Америка Құрама Штаттары мен оның құрамындағы кез келген аумақта құлдық немесе еркінен тыс жұмысқа жегу жайттеріне орын жоқ. Бас бостандығынан айыру тек сотпен тағайындалатын қылмыстық жаза ретінде ғана қалады. Конституцияға 150 жыл бұрын енгізілген түзету мәтіні осы. Құлдық мәселесі 19 ғасырда Құрама Штаттарда өзекті болды. 1861 жылғы азаматтық соғыс құлдық режимді жоюды аңсады. Солтүстік штаттардағы жеңіс Америка халқының қалыптасуының діңгегі болды. Режим жойылысымен бұрынғы құлдар тек еркіндік емес, сондай-ақ жер телімдерінің берілуін де талап етті. Еуропа экономикасы үшін басты шикізат болған Америка мақтасы нарықта ғайып болды. Бұл әлемдік индустриализацияның ірі салаларын шатқаяқтатты. Сонымен қатар Америка азаматтық соғысы ғаламдық капитализм дағдарысының орын алуына себепші. Ақыр аяғында бұл төңкеріс әлемдік экономика іргетасының қайта қалануына әкелді деп аяқталады мақала. 3D биопринтерлер көмегімен Америка капитанын басып шығаруға болады ма? Теңіз жаяу әскери корпусының бұрынғы ізгесушісі био басып шығарудың мүмкіндіктерін зерделепті. Бір кездердегі ғылыми фантастика бүгінде ғылыми шындыққа айналды. Мақала National Interest басылымында шыққан. 3D баспасы пайда болғалы бері кез келген дүниені кез келген уақытта басып шығаруға мүмкіндік туды. Аталмыш технологиядағы биопринтерлердің орны ерек. Мүмкіндігі таңғажайып дейді автор Майкл Пек. Осы орайда заңды сауал туындайды. Биопринтерлер көмегімен супер сарбаз шығаруға болады ма? Теңіз жаяу әскерінің бұрынғы тыңшысы Тереза Компабосса сұрақ жауабын іздепті. Биопринтерлер әскерилердің дене мүшелерінің мүмкіндігін арттыратын бөлшектер басып шығаратын болады. Мәселен, биобаспадан шыққан бұлшық еттінің адамның өз бұлшық етіне қосу арқылы оның күш-қуаты мен шыдамдылығын еселеуге мүмкіндік туады деп болжайды Компабосса. Ал басып шығарылған құлақ жараланған жауынгердің есту қабілетін қалпына келтіреді екенміз. Ал жүрек туралы айтсақ, кәсіби дәрігер сарбаз ағзасын сканерлеу арқылы басты органның негізгі өлшемдерін алады. Әрі қарай оны компьютерге енгізіп, қосымша төзімділік қызметтерін қосып, жаңа сап-сау жүректі басып шығаратын болады дейді Компабосса. Рождестволық ғажайып оқиға туралы Телеграф басылымы жазады. Диктатура жылдары ұрланған сәбилерді іздеумен айналысатын аргентиналық қозғалыстың негізін қалаушысының қуанышы өкінішке орай аяқ асты су сепкендей басылды. Қозғалыс Пласа де Майо әжейлері деп аталады. Көшбасшысы 91 жасар Мария Исабель де Мариана. 40 жыл бұрын 3 айлығында ұрланған немересін іздегеніне біраз уақыт болды. Жуырда бұқаралық ақпарат құралдары оның табылғанын айтып жар салған-тын. Алайда ақпарат жалған болып шықты. Дей тұрғанмен Пласа де Майо әжейлері алған беттерінен қайтпақ емес. Іздестіру жұмыстары әлі де жалғасады.